облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалану басқармасы өкілімін. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Жамбыл облысы Тұрар ауданы Ақылтөбе станциясында жаңа автоматты газ тарату станциясы құрылысы объектісі бойынша қоршаған ортаны қорғау бөлімі рұқсат етілген шығарындылар нормативтері, қалдықтар басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бойынша қоғамдық тыңдау өтуде. Қоғамдық тыңдаудың қағидалары негізінде хаттамашы сайлауымыз керек. Хаттамашы ретінде осы жобалаушы мекеменің Кесотан Тарас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі экологы Нахмедова Гүлмираны ұсынамыз. Ешкім қарсы емес па? Хаттама қолдау бәрі. Сұрақтар жауап онда ары қарай регламент жасап алайық. Осы жобалар бойынша баяндама жүргізіледі. Баяндамаға 10 минут уақыт береміз. Содан кейін сұрақ жауаптар, ұсыныстар уақыт белгілеуін қояйық. Бірақ бір сұрақ қойылған сұрақ қайталанбаса деп сұранамыз. Регламентке ешкім қарсылығы жоқ қой? Қарсылықтары жоқ болса, осы баяндаманы Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының өкілі Қойлыбаев Рашид ағамыз жүргізеді. Баяндамаңыз бастай берсеңіз болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдаулардың қатысушылары. Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы Тұрар ауданы Ақылтөбе станциясының және АГТС құрылыс объектісі бойынша қоршаған ортаны қорғау бөлімі, рұқсат етілген шығындар нормативтері, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бойынша қоғамдық тыңдауларға қош келдіңіздер. Аталған газ тарату станциясы тұтынушыларға жеткізер алдында газ қысымын төмендетуге, тазартуға, ескендіруге және оның көлемін өлшеуге арналған автоматтандырылған жабдық. АГТС жабдықтарын құрастыру қондырғысына қабылданған урожай қондырғысы диаметрі 720-90 және 1020-11 мм қысымы 5,5 гигапаскаль. Магистральды газ құбырларының диаметрі 219,8 бойынша жеке газ бұру құбыры бар қолданыстағы Ақылтөбе Гілет жанында солтүстік жағынан орнатылды. Рысқұлов ауданындағы ауданның жақын маңындағы елді мекендердің газ құбырларына жаңадан қосылған газ шығыстарын ескере отырып, АГТС Ақылтөбе станциясының маңында газдың ең көп шығыны АГТС үшін 20.000 метр куб сағатына және ең азы 3.000 метр куб сағатына құрайды. АГТС әрқайсысы 3/3/8 болатын 5 тасымалданатын блок бокстан тұрады. АГТС 5 бөлікке бөлінген ауыстырып қосу бөлімі, технологиялық бөлім, газды иістендіру торабы, басқару және операторлық жылу тасымалдағыш дайындау. Құрылыс кезінде атмосфералық ауаның ластану көздері уақытша болып табылады. Ластану көздері жер жұмыстары, бояу жұмыстары, қоймалар және автокөлікпен шығындылар объекттің аумағында пайдалану кезінде атмосфералық ауаға зиянды заттарды шығарудың 22 ұйымдастырылған көзі анықталды. Барлық шығындар көзделген жылына мөлшерінде 6 ластауыш заттар бөлінеді. Шығындылар көзделген мынандай ластауыш заттар бөлінеді: азот оксиді, көміртек оксиді, көмірсутектер, азот оксиді, күл диоксиді. Кәсіпорында шаң, газ тарату қондырғысы орнатылмаған, жұмыстардың жүргізуге қабылданған технологиясы авариялық және ауқымды шығындылардың туындау мүмкіндігі болдырмайды. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараны қоршаған ортаны қорғауға және оның сапасын жақсартуға бағытталған технологиялық, техникалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік және экономикалық шаралар кешені болып табылады. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларға экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, қоршаған ортаны сапалық сипаттамаларын арттыру арқылы қоршаған ортаны компоненттердің жай-күйін жақсартатын, экологиялық жүйелердің жай-күйін тұрақтандыру және басқаруға, биологиялық әртүрлілікті сақтауға, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және молықтыруға ықпал ететін, қоршаған ортаға зиянды келтірудің алдын алатын және болғызбайтын шаралар жатады. Қоршаған ортаны қорғауға, табиғатты ұтымды пайдалануға және қоршаған ортаны қорғауды басқарудың халықаралық стандарттарын енгізуге бағытталған жетілдіретін әдістер мен технологиялар. Сумен жабдықтау көзі тасып әкелінетін су шаруашылық ауызсу мақсаттары үшін су автокөлікке жеткізіледі және сапасы бойынша Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес келеді.
сыртқы ауа өрт сөндіруге арналған су шығыны 10 литр секундына, өрт сөндіру ұзақтығы 2 сағат, өрт сөндіруге арналған су шығыны 72 метр кубты құрайды. Объектіні сыртқы өрт сөндіру өрт резервуарынан көзделеді, толтыру әкелінетін сумен қамтамасыз етіледі. Адамның кез келген өндіріс қызметі қалдықтан пайда болуымен бірге жүреді. Жамбыл облысы Рысқұлов ауданы Ақытөбе станциясында АГТС өндірістік қызметі кезінде қатты тұрмыстық қатты қалдықтар түзіледі. Өндірістің барлық қалдықтары арнайы бөлінген және жабдықталған орындарда уақытша сақтауға жатады. Содан кейін қалдықтарды мамандырылған ұйымға беру немесе кәсіпорынның өзінде кәдеге жарату жүзеге асырылады. Қалдықтар арнайы бөлінген алаңдарда жиналады. Сыйымдылықты жиналған қалдықтар жинақтауына қарай көму, кәдеге жарату немесе қайта өңдеу орнына қалдықтардың түріне қарай көмуге әкелінетін болады. Қалдықтарды сақтау 6 айдан аспайды деп жоспарлануда. Облыс әкімінің энергетика және тұрғын үй шаруашылық басқармасына нәтижелер бойынша есептілікке қойылатын талаптар филиалдың бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойып отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган ақпараттық жүйесіне өндіріс экологиялық бақылау нәтижелері бойынша электрондық нысанда есеп алу жүргізеді, қалыптастырады және мерзімді есептерді ұсынады. Өндіріс экологиялық бақылау нәтижелері бойынша ұсынылған есептерді қабылдау мен талдауы Жамбыл облысы бойынша экология департаменті жүзеге асырады. Өндіріс экологиялық бақылау бағдарламасының орындалуы туралы есептік құрылымы бірінші және екінші санаттағы объектілердің өндіріс экологиялық бақылау бағдарламасын әзірлеу, ішкі есеп алу жүргізу, өндіріс экологиялық бақылау нәтижелері бойынша мерзімді есептерді қалыптастыру және ұсыну қағидалары екінші қосымшасына сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған түсіндірме жазбадан және нысаннан тұрады. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қолданыңыздар болады. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Ол енді тек газ жөнінен бе, әлде мынау басқа да экологияға жатады ғой, мысалы мынау үйлердің тазалығы, ауылдың тазалығы, үйлердің тазалығы. Жоқ, бұл жерде тек қана біз АГТС-тің мәселесі ғана қарап отырмыз. Өйткені мынау қажеттілік қазір көбейіп жатыр ғой. Иә. Оның жаңа қысымды үлкейтетін АГТС құрылысы сол үшін соғылды. Енді ол енді ауылдың тазалығына жаңа ғана санитарлық тазалық онда ешқандай қатысы жоқ. Бұл енді ауаның ластануы басқа деген сияқты белгіленген мөлшерде барлық талаптар сақталған. Баяғыда енді анда-санда атты газ шықты, қазір ондай жоқ. Ондай жоқ, енді бұл енді күшейтілген түрі ғой, иә. Өйткені бұрын 2000 болса қазір 3000 куб сағатына мектебіміз қосылып жатыр, елді мекен қосылып жатыр, газдандырылып жатыр ғой бәрі. Бізге ауылымыздың ішіндегі трассаны тазалап тұрушы жыл сайын ол сіздерге кіре ме, кірмей ме? Ол анаған бар. Анау неме қазіргі қолданыстағы бар газ құбырлары ма? Бұл Қазақгаз аймақтың балансындағы нәрсе. Бізде бұл тек қана АГТС. Біз енді бұны сол жаққа өткіземіз келешекте. Не дейміз ғой, күтіп баптап ұстауға. Біз ауылдағы газ кімге қараймыз? Облысқа ма? Иә. Қазақгаз аудандық филиал бар ғой қазір. Жыл сайын пәленбай ақша қазір обслуживание дейді алады ғой мысалы. Халық біздер осы жиналыс болып біздің ардагерлер төрағасының деген. Бұлар кісілер бәрі қатысады, содан қаяқтан алсын, қаяққа кетіп жатыр дейді. Алдында 3,5 қазір 5,000-ға дейін кетіп жатыр. Әр үйде. Иә, әр үйде. Үйден жаңа ғана ол істеп жатқан тірлік біреуде тірлігі де жоқ ол. Істейтін адамдар ол, бірақ оны біз көрмейміз, бірақ істейді де естиміз бірақ. Тек обслуживание жасау керек, ешкім краник тазалап кетуге пештерін не қылса болады, онда істемейді, ақша бере бер дейді ол. Қандайға ол? Біздің ақыры 500 адам, 500 үй бар мысалы. Соның қанша ақша түседі соның? Түк істемейді, ала берген ол. Қайдан шыққан? Мен аудан әкімесі айту керек, айтам деп айтқан, мен кесір айтам, ауданның газдың адамдар келеді, бастығы да келеді, қайсаны главный врач, начальник медицина, солар главный специалисттер келсе, соны айтайды. Сізде бірақ ол қатысы жоқ. Жоқ, біз онда біз еске алайық. Өйткені ол еске айтып жаңаға жеке тұрғын үйді тексеріп келеді да, сіздерге акт жасайды. Егер акт беру үшін олар жаңағы сіздің анау краниктеріңізді, горелкаңызды, құбырыңыздың сәйкес келмейтіндігінің бәрін тексеріп, одан кейін барып сіздерге акт техническое обслуживание береді жаңағы. Мына өтті, тексерілген деген сияқты. Бұл лицензированный деятельность. Әрине, одан кейін бұл конкурентный среда.
Оны өздеріңізге деген қаламасаңыздар, қазір кез келген нәрсеге елге тиімді жағын ойлауымыз керек қой. Жаңағы айтып басқа бір газдың басшысымен болмаса аудан басшылығымен сөйлесіп, басқа бір 3-4 мыңнан өтетін шығар соны. Сапалы түрде. Дұрыс. Енді қазір келіп көшем және білсің, өте шыққаз. Мұрнын кеп тұр. Соны істемедім, соның ойында жүрген, соны істеп жүрген адам бар ма? Специалист бар. Қазақ аймақ. Қашан газ иісі бұрқырап тұр. Бұл ақылып келсе тағы бәле болады. Айтыңыз, бұл газ шықты деген бала ақша туралы бір ауыз айтыңыздар, бұл басқа ешқандай шығармайды. Ол актіге қол қоймауға правамыз бар ғой біздің. Тексеріп келгенде ақша сұрайды ғой жаңағы. Енді газдың өзінің тазалы несі бар, талаптары бар, қазір білесіздер, осы улану көп болып жатыр. Отбасымен кетіп жатыр. Ол өздеріңізге қажет. Жаңағы бірақ талап қою керек, маған мынаны тексеріп бер. Одан кейінгі негізгі талап газа сигнализатор қою керек. Адам неге жалғанады, горелка неге кіреберісте краникке жалғанады, егер утечка болған жағдайда газ автоматически өзі тоқтайды. Сол газа сигнализатор қазіргі талап, негізгі талап сол. Енді бәріміздің отбасымыздың қауіпсіздігі ғой. Соған аса көңіл бөлгендеріңіз жөн, енді қымбатта тұрмайды, бір 10 мың теңгенің адамның құны емес шығар, 10 мың теңге деген. Иә, соны. Адамдар бар ғой, контролер жаңағы Мұрат қызмет етесің, Мұрат шешеді өзі. Мұратпен ол кісі сөйлесіп келген адам. Мұрат контролер бөлек, ол ана слесарь жоқ, сол Мұратқа сөйлессең болды. Мұрат айтады, пожалуйста, тексереді адам, маған хабарласты, тексереді. Ал енді слесарь жағынан кім болады слесарь ғой? Соған бір ауыз звонить етсек, келіп тексеріп береді, майлап береді. Жақсы, дұрыс қосыламыз, қауіпсіздік керек, бірінші кезекте. Көшеде бола ма, үйдің ішінде бола ма, ол газ шығып тұрғаннан кейін. Аты бар ғой, заты жоқ. Жоқ, сырттан келетіндер көп қой, келетті айтады, міне біз сырттан келіп... Сигнализация қою керек, ең жақсы сигнализация қою керек, обязательно сигнализация. Басқа сұрақтарыңыз? Бұл енді ішкі жүйеге көштік қой біз енді, агентесті қой. Тұрмыстық қалдықтар тастайды дедіңіз, ол қай жаққа шығарылады? Тұрмыстық жоқ, ол енді анау қолданылған нәрсесіне қарай не бар ғой, утилизацияны бізде полигондар бар, сол жерге шығарады. Кәдеге жарататын нәрсе болса, кәдеге жаратылады. Енді ол жерден көп тұрмыстық қалдық шықпайды ғой, енді жаңағы сол жерде қызмет жасайтын адамдардың жаңағы бақылашқысымен бір қағазы, картоны шығарып, басқадай да ештеме ол жерде қоқыс жоқ қой, ол жерде асхана жоқ. Ол енді анау көбінесе ремонттан шыққанда көмір шығаратын конденсат көп шығады. Оларды сразу да жерге алып көміп сөйту керек. Өйткені ол ана жерде не болады? Жануы мүмкін. Талаптар сақталады, оның бәрі әрине, оның бәрі қауіпсіздік қой. Производственный безопасность толыққанды. Сіздер облыстан келген екенсіздер, бұл Ақыртөбенің төңірегінде экология мәселе өте көп. Бізде екі қазір енді бұл сұраққа қатысы жоқ, мына қоғамдық аяқтап алайық та, содан кейін басқа сұрақтарға көшемесек болады. Басқа осы жаңағы АГТС құрылысы бойынша сұрақтарыңыз бар ма тағы? Бұндай ешқандай не жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда осындай қоғамдық тыңдауды аяқтайық. Қатысқандарыңызға рахмет. Себебі мына жақта онлайн режимде бәріне қосылып отыр. Бүкіл Қазақстан қосылып отыр, сіздер басқа проблеманы айта бересіздер. Ал енді ішкі проблемамызды айта берейік енді.